Бұл видеоны жасау үшін CapCut приложениесін ашамыз, новый проектін басамыз, алдын ала түсірілген видеоларымызды таңдап аламыз. Одан кейін добавить батырмасын басамыз. Жүктелгенін күте тұрамыз, 100% болған кезде өзі ашылады. Негізі Android және iOS приложенияларында, платформаларында CapCut приложениесі бар. Видеолипта қазір Androidқа доступны болды. Ал енді кеттік, бізде 4 кадрдан тұрады. Ол біріншісі менің келуім. Бұл жерде келіп, екіншісі бізде көлікті лақтыру, үшіншісі уже киімді ауыстырып келу. Осы 3 кадрды аламыз. Енді кеттік, біріншісіне обработка жасаймыз. Бұл видеоға ешнәрсе тиіспейміз, сол күйінше қалдырамыз. Екіншісінде уже артық кадрларды алып тастаймыз. Және де осы жерде көлікті лақтырған осы точкадан тоқтатып, разделить батырмасын басамыз, сосын қалған видеоны удалить тастаймыз. И осы төменде қарай жүрсеңіз, обратный съемка бар, соны басамыз, и біздің төбеден түскен сияқты болып тұрады. Ал енді кеттік, уже осы жерде замедлительный немен, камерамен нені түсіреміз. Ол Android'та да бар, iPhone телефон iOS'та да бар. Samsung сасаңыз да, Huawei сасаңыз да, камерада төбесінде 3 точка еще деген бар, соны басып таңдай алсаңыз болады. Ол осы жерде бар кететініміз бар. Біз осы жерден қиып аламыз. Біріншісі ол кадрдың көліктің тұрған жері, екіншісі міне уже мына екінші жаққа қарай ауысатын жер. Осы жерден тағы разделить батырмасын басамыз и удалить. Осы кезде біз мына жаққа өткен кезде төбеде жоғарыда көлік қалқып тұру керек. Сол үшін наложение батырмасын басамыз. Замедлительный жәндегі видеоны түсіріп алған, алдын ала түсірген видеоны наложение арқылы қосамыз. Енді осы жерде экран бірдей форматта болу керек. Бұл кезде ескеретін жай, видеоны қозғалтпай түсіру керек бізде. Осы жерде артық кадрларды алып тастаймыз. Алдыңғы кадрда тура осы жерден тоқтаған болатын томыз, естеріңізде болса, тура осы жерден алып тастаймыз. Алдыңғы кадр екеуін түйістіріп байланыстырамыз. Осыдан кейін тура осы жерден қиып аламыз. Өйткені біз ауысқан кезде көлікті осы жерде киюлу керек бізде. Бұдан не төмен, не жоғары алмаймыз. Тура осы жерден төмендегі разделить батырмасын басамыз, удалитті тағы басамыз. Бұл артық кадрларды алып тастаймыз. Енді жоғарғыдағы видео екеуі бірде болу үшін жоғарыдағы видеоны скоростын көбейтеміз, тез-тез айналатындай қылып. Мен мына жерде 4-те 7-ге қойдым. Екеуі бірде болу керек, 4-те 5 екен. Енді екі нені байланыстыру үшін, екі слойда мен осы жерде масканы пайдаланамын. Жаңадегі қосымшалардың астында төменге қарай қарасаңыз, төменден жазсаңыз маска деген шығады. Масканы басамыз. И бізде ол квадрат, полуквадрат, круг деген таңдау береді. Соны таңдап, біз кругты таңдап аламыз. Осыны таңдап, жаңадегі көлікті жай ғана түсіреміз. Түсірген кезде де төменде ромбик сияқты кнопка тұрады міне. Осы арқылы түсіреміз. Өзімізге қалаған форма таңдап аламыз. Өздеріңіз байқап тұрғандан астында ромбик тәріздес нелер тұр. Сол бір точкадан бір точкаға ауысуы. Енді біз көлік киіп түскен видеоға келеміз. Өзімізге керек жерінен кесіп аламыз. Жаңадегі көтеріп секіру, прыжок жасаған кезде разделить
алдыңғы видеоны удалить етіп тастаймыз. Енді екеуін түйістіріп қараймыз. Мына жерде менде дұрыс болмай қалды, өйткені көйлек мен бетімнің жартысын жауып қалды. Сол үшін кішігірім коррекция жасап жібереміз. Мына видео менде замедленный форматта түсірілген болғандықтан бұны скоростын көбейтеміз, чтобы тез-тез өту үшін, естественно болу үшін. Одан кейін мына жердегі водяной знакты үстін басып удалить етсек болады. Мінекей осымен біздің видеомыз дайын. Өзіңіздің қалауыңызша звуки батырмасын басып, қалаған музыкаңызды қойсаңыз болады. Осымен не бәрі 6 минуттың ішінде өзіңізге әдемі видео өңдеп алсаңыз болады екен. Өте тегін әрі естественно. Осы видеоны жасап, өздеріңіз стористарыңызға мені белгілеп салыңыздар. Ал сәттілік!